Саламатсыздар ма достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бұл видео «Подсознание бәрін жасай алады» кітабының бірінші бөлімінің жалғасы. Менің бастапқы видеомның сілтемесі төменде осы видеоның астында описаниеде көрсетілген. Оны қайталап қарап шықсаңыздар болады. Ғалам алып голограмма. Голографиялық әсердің ашылуына әкелген теорияларды алғаш рет 1947 жылы ашқан Денис Гарбар, кейін ол осыны ашқан үшін Нобель сыйлығымен марапатталды. Голограмма оның әрбір құрамдас бөлігінде тұтас болатын құбылыс. Мысалы, теңіз жұлдызы белгілі голографиялық эффектіге ие. Оның бір бөлігін кесіп тастасаңыз, ол қайтадан өседі. Оның үстіне кесілген бөліктен жаңа теңіз жұлдызы өсе алады. Оның генетикалық коды әрбір бөліктерге енгізілген. Бірнеше жыл бұрын голограммалар көрмесінде голографиялық эффект арқылы түсірілген фотосуреттерді көрдім. Олардың бірінде тік тұрған әйел бейнеленген. Оң жақтағы суретке қарасаңыз, темекі тұтатып тұрған әйелді көресіз. Егер де сол жағынан қарасаңыз, сурет өзгеше бейнеге енеді. Әйел еркелеген позада бейнеленеді. Егер бұл фотосурет кенеттен құлап көптеген бөліктерге бөлініп кетсе, олардың әрқайсысында сіз күткен әйелдің аяқ киімі немесе көйлегінің бір бөлігі, немесе оның бетінің бір бөлігі емес, әйелдің тұтас бейнесін көресіз. Суреттің кез келген сынығына әртүрлі бұрыштардан қарап, суреттің қалай өзгергенін көруге болады. Әйел біресе темекі тұтатады, біресе электрлгіш қалпында қатып қалады. Әрбір сынық тұтас бір суретті қамтиды. Қазіргі кезде шындық бұл негізінде голограмма және мидың жұмысы да голографиялық әсерге негізделген деген қорытындыға келді. Біздің ойлау процестеріміз ғаламның дамуының ең төменгі деңгейі мен ортақ нәрселері бар және бірдей заттардан тұрады. Ми бұл голографиялық ғаламды көрсететін голограмма. Бұл ерекше идеяның авторлары екі көрнекті әлемдік ойшылдар, Лондон университетінің физигі Эйнштейннің шәкірті және әлемдік кванттық физиканың көрнектілерінің бірі Дэвид Бом және Стэнфорд университетінің нейрофизиологы Карл Брайбрам. Олар ғылымның әртүрлі салаларында жұмыс істей отырып, өз жаңалықтарын бір-бірінен тәуелсіз жасады. Бом кванттық физиканың құбылыстары мен процестерін дәстүрлі теория арқылы түсіндіру барысында бірнеше рет сәтсіздікке ұшырап, ғалам голографиялық табиғат деген шешімге келді. Брайбрам адам миын зерттей отырып, оның көптеген жұмақтарын шешуге дәстүрлі теориялардың қабілетсіздігіне көз жеткізді. Екі ғалым үшін голографиялық модель кенеттен мағынаға толы болды және бұрын шешілмеген көптеген сұрақтарға жауап болды. Олар өз жаңалықтарын 70-ші жылдардың басында жариялады. Олардың жұмысы ғылыми ортада жанды реакция тапты, бірақ өкінішке орай одан асып кең танымал бола алмады. Кейбіреулер оларға күмәнмен қарады, бірақ олардың жақтастарының қатарына әлемнің көптеген жетекші ғалымдары қосылды. Кембридж ғалымы 1973 жылы физика бойынша Нобель сыйлығының лауреаты Брайан Джозефсон Бом менен Брайбрам теориясын шындықтың мәнін түсінудегі серпіліс деп атады. Канададағы Королева университетінің физигі және материя мен мидың арасындағы көпір кітабының авторы доктор Дэвид Пит бұл пікірмен келіседі және біздің ойлау процестеріміз көптеген адамдар ойлағаннан гөрі физикалық әлем мен айдағы әлде қайда тығыз байланысты екенін дәлелдейді. 1979 жылы Пристон университетінің техникалық және қолданбалы ғылымдар мектебінің деканы Роберт Джан материалдық шындықты ашуда сананың рөлін зерттеуге арналған бағдарлама жасады. Мыңдаған эксперименттер жүргізгеннен кейін Джан мен оның көмекшілері мидың материалдық шындыққа тікелей әсер етуі және әсер етуі мүмкін деуге толық негіз бар екенін анықтап, өз нәтижелерін жариялады. 1994 жылы әлемнің жетекші ғалымдары мен педагогтары Принстон университетінде жиналып, бұл таңғаларлық теорияны ғылымның нақты салаларында қалай дамытуға және қолдануға болатынын талқылады. Бұл жаңалық шын мәнінде ерекше, сондықтан оның нәтижелерін іс жүзінде қолдану әрекеттері сөзсіз көптеген күмәндар мен ауытқуларға байланысты. Сана мен материалдық әлемнің өзара әрекеттесуі бүгінде фантастикалық нәрсе емес. Сана оның ең нәзік және ең динамикалық түріндегі энергия. Бұл біздің қиялдарымыздың, психикалық бейнелеріміздің,
қалауларымыз және қорқыныштарымыздың нақты оқиғаларға неліктен әсер ететінін түсінуге көмектеседі және ми жасаған бейненің қалай жүзеге асатынын түсіндіреді. Шындықтың мәніне қатысты мұндай ашулар біздің ары қарай жетіліп өсуіміздің қозғаушы күші бола алады. Өзінің ашық және динамикалық ғаламның бір бөлігі екенін және оның миы шындықты жасауда шешуші рөл атқаратынын түсіне отырып, адам өмірге деген белсенді және шығармашылық көзқарасын дамыта алады. Енді оған шетте тұрып, не болып жатқанын бүйірден бақылап отырудың қажеті жоқ. Жаңа ашылымдар жол жиегі жоқ және ешқашан болмағанын түсінуге мүмкіндік береді. Барлығы өзара ықпалға негізделген. Біз қайда жүрсек те және не істесек те, біздің ойларымыз айналадағы шындықты жасайды. Эйнштейн бірде жаңа теорияның ашылуы тауға өрмелеу сияқты жаңа және кеңірек панорама көз алдыңда ашылады деді. Бұл кітапты оқығанда да дәл осылай болады. Көп ұзамай сіз өзіңіздің шынайы мүмкіндіктеріңізді ашқан кезде сіздің ойша өрлеуіңіз марапатталады.